Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шах палаудың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге керегі пияз, кесектеп туралған ет, солонка тәрізді туралған сәбіз, дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер қосамыз, және өзінің қорапы мол қосаңыз болады, сұйық май, паприка, қарабарыш, және де күріш керек болады. Табамызға сұйық май құйып, қосқаннан кейін пияз салып, қуыстырып, сырғанша қуырамыз. Етті салып, араластырып 5-7 минут қуырамыз. Қуырылғаннан кейін қайнаған бір кесек су құйып, қақпағын жауып, 40 минутта бұқтырамыз. Орташа уақытта. Оған дейін қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі ұн, жұмыртқа, қаймақ, қопсытқыш, тұз, су. Суымызға тұзы салып араластырамыз. Ұнға қопсытқыш салып араластырамыз. Жұмыртқаны құямыз. Қаймақ саламыз. Су құямыз. Жұмсақ қамыр илеміз. Видеодағыдай оға жауыз қойып, пакетке салып, тындырып қойып. Етімізді пісіп қалыпты, онымен сүйегіміз жауыздар екен. Келесі кезекте сәбізімізді салып, араластырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Өзіне саламыз. Араластырып 5 минут бұқтырамыз. Міне 5 минут өтті. Қайнаған су құйып, суды қайнағаннан кейін күрішін саламыз. Су күріштің бетіне 1,5 сантиметрге шығып тұруы керек. Сәндеп саламыз, қақпағын жауып, 15 минутқа ғана бұқтырамыз. Толықтай пісірмейміз. Кейін қамырымызды жаямыз. 5 бармақтың қамырымен сәл қалыңдау болуы керек. Қамырды жайғаннан кейін формамызға сұйық май құйып, майлап аламыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін. Қамырды дәл видеодағыдай саламыз. Жартылай піскен палауды араластырамыз да қамырдың ішіне саламыз. Қайтадан саламыз. Палаудың бетін толықтай қалыңмен жауып шығарамыз.
қамырға сұйықтан немесе жұмысты жағамыз. Жасасуын градуста 40 минут пісіреміз. Міне біздің хан болуын керісінше аударып салдым. Ол жағы тегіс, әдемі болып шықты. Қамырды 3 бұрышты қылып кесіп шығамыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шығып жатыр. Күн бағысқа ұқсайтын сияқты. Кез келген қонақ келген кезде осындай хан палау істеп берсеңіз, оларға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.